Достар, видео басталмастан бұрын мен сендерге ERCAS авто деген арнаны ұсынғым келіп тұр. Қазақ тілінде действительно качественный контент, без никакого пафоса бар ғой. Құтырмай, как положено, доступный тілмен, қазақша тілмен саған түсіндіріп айтып береді. Анда деген не только автоподборлар, және де машиналардың бағаларын бәрін түсіндіреді анда. Мен өзім машинамды дұрыс разбираться етпейтін адаммын, негізі бар ғой. Сол жігіттерді қарап, действительно машиналарға түсіне бастап жатырмын. Тездетіп арнаға тіркеліп кетті, Жақсыбайдан де жазып кетті. Және де сендер ойлайтын шығарсың, Жақсыбай сен қазір біреуге реклама істеп жатсың да. Я реклама, мен анау-мынауға реклама істемеймін, мен действительно качественный контенттерге реклама істеймін. Және де Жақсыбай сен реклама істеп жатсың, не істеп жатсың шалқайып. Кішкене реклама істеген тұрып, кішкене реклама айтпайсың ба деп ойлайтын шығарсыңдар. Мен неге жатырмын? Өйткені мен жатып алып ERCAS автоның видеоларын қарап жатырмын. Вот действительно менен там лайк, комментарий өзім бар тексеріп кетуіне бар. Действительно жынды контент тіркеліп кетті, бауырым. И сәлем достар, Sub-Zero. Қалайсыздар, амансыздар ма достар? Сіздермен бірге мен Жақсыбай. Я достар, арнада көптен видео шыққан жоқ. Енді бүгін сіздерді қызықты видео күтеді деп ойлаймын. Сіздермен бірге Жеңіс қонақта. Жеңіс, салам алейкум. Короче, достар, мен прикинь даже разучился, камеру ұстап бар ғой. Қолымды алып қала ма бір түрлі. Короче, бүгін достар сіздер қандай видео күтетінін қысқаша айтып кетейін. Бүгін біз деген заброшке баратын боламыз. Не заброшка дегенде, осының алдында кім көрген жоқ, міне өтіп кеттіңдер. Жаңа Низат тоже заброшке барғанмын. Ол бізде ана заброшка мен барған қандай заброшка еді, Жека? Мясокомбинат? Бір какой-то комбинат. Ал енді қарсы алдында біздің келетіміз, кіретіміз, точнее элеватор. И достар, видео басталмастан бұрын сіздер көбіңіз сұрайсыңдар, Жақсыбай сен ақшаны қайдан алып жатсың деп. Мен сіздерге қысқаша айтып кетейін, мен деген өздерім партнерлармен бірге один нөлмен бірге ақша істеп жатырмын. Бәрі өте оңай, бір регистрациямен документ бұндасы қажеті жоқ. Регистрация істейсің, тігесің, ақшаны оп-оңай шешіп аласың. Егер сен түсінбесең, кел толығырақ көрсетіп кетейін. Міне один ойын сайты, мынау менің балансым рублях, теңге, рубль бәрін тіге аласыңдар. Линия дегенді міне басасыңдар, например. Линия кремде мен тігетім қазір. Менімен бірге тіге аласыңдар, кстати, железная ставка міне. Футболды аламыз, қазір Лига нация болып жатыр бізде, көбіңіз білетін шығарсыңдар. Кеше Қазақстан сол Лига нацияны ұтып алып. Міне, например, мен тігетімнің Португалияға тігетін боламын. Міне Португалияның победасы 1.92 беріп тұр. Міне өздерің көріп тұрсыңдар. И мен Португалияға 10 000 рубль тігемін. Міне 10 000 рубль тіктім, ол почти 60 000 теңгеде, шығарсам 100 000 теңгеде астам ақша шығады. Міне тіктім, өзім успешно көріп тұрсыңдар. Және достар, прикрепленный комментарийда менің промокодым бар. Сол промокодқа сен кіріп, регистрация істеп, ссылка тұрады тоже. 1000 теңге салсаң, саған үстіне 2000 теңге береді. 10 000 салсаң, үстіне 20 000 береді. Давай тік және басымен тік. Португалия смело алады. Давай кетіп видео жалғастырамыз. Короче, достар, міне біздер маскамен дауыс шықпай тұрған шығарды, кішкене сұрып қойын. Мына құлақты қара. Короче, достар, не зданияға келдік. Міне мына бір здание. Ма қараңдаршы, прям жестко бар ғой. Секіріп кетеміз бе? Мен ойладым ба, может есік ашық тұр деп ойламаған шығарсың? Қой қақта барады, мына жақтан секіріп кету керек қой. Бірінші қарайықпыз, адам жоқ па? Мына қарай, заборның ішінде тағы забор бар. Ебать. Че, кіреміз ба, кеттік па? Тастап жүрші телефон. Біле өлмей тұрмын. Ағашта болып қойған, әдейі кірмесін деп көрдің ба? Қара. Емон, мынандайларға мінуге қорқам бар ғой, без прикол бар ғой. Сен қорқасың ба? Е. Серьезно? Видеодан қарағанда қорқынышты емеспін да, бұл видеодан қарағанда. Міне кіреміз да? Ар жағынан саңыз кіреміз да? Кет барып қарап келейікші бірінші. Паражын жақ қой, ана. Рельс тұр еще. Кет кірек мына жерден. Ана жермен қалай өтесің? Қай жермен? Ана жермен. Ағаштан ба? Жоқ, ана ақпен. Қараймыз ба? Келесі забормен. Адамдар кіретін адамдар бар ғой. Маған қалай мінеміз біз? Ебай еще. Абайлап бірам үстіңде не тұр еще? Не? Мынау тұр екен ғой да? Соны айтып тұрмын мен дегенде. Көрсетшеші маған. Тоқ жоқ қой да? Ух десең де. Короче, мынандай тұр екен ғой, оказывается. Айту, ар жақта полностью тұр, соны айтып тұрмын саған. Енді? Білмеймін. Мен бар көріп олған тұрмын. Таныстарым жоқ па, іште жұмыс істейтін, может кіргізіп жіберермін. Мына жақта таныс жоқ шығар. Ебать, сен жайын паркурсың кәдімгідей.
Еба жардылғатты неше. Арықтау керек, арықтау керек. Еба, мына өші балыр жоқ. Қараш бері қарай. Кішіш. Крик дейді, кіріп алып жай бірінші. Короче, мне достар здание, мне ағаш. Пока көтеріп тұр ағаш мына. Ёпты мойын. Әрең кірдім ғой. Маған прикол, ана басын жырып алма. Ма дерзко достар еще. Барынша әдемі мініп атсың ба, Жака? Аны сеткі тұр. Не, аяқ киім, новый аяқ киім алдым дейсің бе не? Жаңа 10 минутқа қалғанмын. Қолмаш. Көрсеші аяқ киімді. Мені көтерсе, сені смело көтереді ғой. Покажи аяқ киімді, резкий тұрып. Нормально киім дерзкий. Это, бля, аяқты қараш, уже страшно, брат. Мынаған шындағыш. Ой, мынаған қараш. Ой, задысты. Мынаған қараш, аяқты қара. Ананың үстіне мінуді айтшайсың. Мен беймен дейді, қоймай мінеміз. Ана аттары, адамдарды. Бірлер жүр ғой анда. Аларда просто жүрген көрген ба? Салам алейкум. Ұстап тұршы на камеру. Сен өзің түсіршеш? Я, ұят, неге түсіріп отырсың дейді. Жоқ, ана тоже... Өтірік қоқты. О, ебать. Я, мынау открыть что ли здесь, нет? Нет, здесь открытое место нет. Ну, вообще частная собственность. Частный он? Конечно. Заброшенный стой? Жоқ, конечно. Охрана біреу бар ма? Конечно, ана жақта ғой охрана. Мында кіріп фото анда үске бұрында түсіп жүрді балдар базар жоқ. Охрана сөйлесуге болады шығар, надеюсь. Болмайды никак. Мында камера тұр еще. Ана үстінде көріп ма не? Тарелкаларда. Сонда камера тұр. Достарын аңғараңдар. Кіреміз ана ішіне? Қай жол қалай түсесің? Тұрып екінші қарап жүрмін, кеттік. Охрана бар дей ма? Камера бар. Камерада дым демейді шығар, да? Короче, достар, жігіттерді жаңа кездестірдік, үште жүрген. И олар айтады, короче, записывай, да, меня қарап жүрші? Да. Олар айтады, короче, мында охрана бар дейді, короче. Частная территория. Ана бір үстіде, ана бір жерде. Мына жерде камера бар дейді, короче. Тарелканың үстінде. Абай болсын дейді, ұсталып қалмаңдар дейді. Сосын ол кісілердің айтқаны, короче, мынаның ішінде талай адамдар өлген дейді, короче. Труптар табылған бір талай. Неше труп табылды да, Трек, а? Үшеу ма труп табылған, короче. Прикинь, адамдар қалада өлтіріп тастаса, осы жаққа әкеліп тастайтын болып тұр ғой. Ема. Анан қара, прикинь. Соны айтам, жестко, да? Әп-әдемі, да? Біз неге мына жаққа фото түсуге келмей жүрік десейші? Все равно, Жека, ощущение басқаша да мында жүрген, да? Адреналин бар, да? Мынаған қараңдар, мына жақта да что-то бір здание. Біздің еще жеңіс екеуміздің де көзіміз көрмейді. Алыстан біреуді көре алмаймыз да просто. Мына жаққа қарайықшы. Мына жақ деген бұл просто здание екен тоже, в принципе. Мында жазып бір 2001 дейді. Мына қарашы, Жака, прикинь. Мына жазуға почти 20 жыл өткен ғой, ё-моё. Представляешь? Ал. Ша?
шошып кеттің ғой, біреуге жатыр ма деп жақты келесің. Қазақ қақсамайын да. Алмайсың ғой. Конечно, охраняем территориядан қарай қаншама шпалдар жатыр, Жека. По-любому охраняем территория болады ғой. Жоғалып кетсе бізден көреді, шын айтпақ қой. Жерге келіп шашлыкқа навес істеу керек еді. Бір 10 листін алып кетсең. Слушай, иіс сасып жатыр да? Вообще мұрын естіп тұрады. Прикинь, бір трубка иіс шыға ма? Не курить дейді ана жерде. Мынау кіретін жер қайда деп ойлайсың, Жека? Да, білмейді. Кіретін жерін тауып алайық мына. Қызық та, все. Мында привёшкаға бір фото түсіру керек. И мында қаптаған зданиялар қарап уже нешінші здание? Міне ұзыннан анда здание, мында міне еще. Кезінде ол жақта ұн істеген ғой да? Міне тағы да ортасы. Уже цилиндр бар да. И ар жағындағы зданиені қарашы. Мама, ар жағындағы здание өтеді. Ар жағындағысы ашық тұр ма? Ар жағындағысына барамыз, өтіп кетіп. Ар жағында құтты, міне ғой, жасын. Охрана бар. Қазір үшті охранник ұстап алса бүйтіп айтайық. И ішіне жаңа құтты олар шығып жүрді, жанынан көрдік. Сол үшін ойладық, типа можно залететь, да? Фото түсірейік деді. Да, хотели пофоткаться просто. Охрана қайда? Қайда отыр? Қойып. Ішіне кіретін болып тұра ма? Бар. Бар, кір. Баршиши. Біреу ұйықтап отқан шығар ішінде, да? Маған вообще кіреміз я жиі. Қорқынышты, да? Балықларда тұр ғой, ана шіріп отырып, қойып кеткен ғой. Бля, иттер olmasın, натуре. Баронды алып шығу керек еді, да? Тап-таза еще бірақ, да, еще? Нен, цех хума еще. Ема, ждите, брат. Қарғалар жүр еще, анда, прикинь. Ма, адреналин прям жестко. Мында еще подвал бар, Жека, маңғарай. Мынаны үшін фонарь жайып. Ішіне кіруге болады, прикинь. Ана іште кіреміз да, Очково, да? Мен қызық екен да жүрген да, Қайда фото алып көрсетші, қалай түсір оның? Жаңа мен түсіргенді көрсетші. Жап-жап тұр ғой фотода. Шуы ұшып кетті ме, артында біреу тұрған сияқты болып кетті, ана жерде. Алыстан Әкесі кеттіге. Шығарып тұрсын. Ары қарай барайық, дальше не бар екен. Мына ғой самый қызығы, самый керегі, да? Ема ар жақта не бар екен, ана аяқта. Опа, ит жүрді. Қашпа. Нахуй. Кейін шығып кетеміз ба, нахуй барайық та конца. Иттен қорқасың ба не? Ана жақта толып отқан шығар иттер, да? Просто итіміз күзеп жүрген ит қой. Бля, барғасын барайық до конца, бля, осының алдында до конца бармай қалдық, мынаның үстіне шыққым келіп батыр. Мына қане есікке бар қарайық, хотя бы ашық па. Бля, охранник болған да, просто охранник келіп қойған. Нахуй охранник. Олай қызық емес қой охранниктің келісіп алсақ. Ана ит бізді көріп шошып кетті ғой еще тоже. Барып қараймыз да мына здание хотя бы. Мама, қарашы кәдімгідей. Қорқынышты кәдімгідей бар ғой. Шынында айтшы, Жека, адреналин ойнап тұр ма сенде? Жестко адреналин ойнап тұр, да? Қалтада еще мылтық та жоқ, да? Сен ағаш алып ойнап жатсың ба на всякий случай? Не істейсің ағашпен? Бля, ана ит үріп отыр ма? Мен иттен пиздец қорқамын. Конечно, оларда бешенство вообще шағып істеп алсаны. Алдында сен кімге маған күліп едің, ана зданияға до конца бара алмадым ба деп, өзің де бара алмай тұрсың ғой. Түсіндің ба енді, мысалы алдында адреналин болады деген түсініп отырмайын мені. Сен ойсың, білем ғой. Камераға үшін максимально нормально тұрсың. Ана ішіне біреу қарап тұрса, біз міне артынан да. Ана ішіне қарап тұрғанда шығар, кетіп қарайқан тесікті.
Просто черный, да? соны айтамын. Бля, артынан ем. Қара, түсіре аласың ба камерамен? Мен сені түсіріп беремін, барсыз. Ой, нахуй надо. Жарғанат бірінші көзіме атарына. Ебать. Фу, сасып атыр ана. Сасып ана терең, прикинь, астына. Түбі кетіп атыр, я подвалкаға бірінші астыға кетіп атырмын. Ана итте ауызды ұрды ғой. Мен қойым мынаның ішіне кірген қате братан. Қорқынышты мынаның ішіне бывает. Жуть ғой, жалғыз өзің жүрсең да. Анаң ішіне телефон құлап кетсе кірер едің бе сен, е? Ебай, блин, крем ғой енді. Әкел телефонды. Жуть секілді. Сап-салқын еще, да? Ана. Есті ашып қарашы. Просто сыммен тұр ма? Қой, сварка деп тастаған ғой еще мынаны. Біреуге атқан сияқты қарадың ғой. Мына жерге нахуй мында? Білмеймін. Қай қойып түсің мына жақтан сен? Білмеймін, ойладым ары қарай мінетін баршы еді. Анша адамға сан жақтан зомбиге атса, анау жақ бір жаққа мініп кететін сияқтысың ғой да? Анан зомбиге атса. Білмейсің шықпайды. Фасфет жасаң. Не істеп тұрық біз? Кетші. Мен ойладым ары қарай баршы еді. Сай тұршы камераны. Жүрек. Біреуге атырма. Ёп твою. Адам жүр. Ішінде адам жүр, короче, прикинь. Қашпа. Ана жерден шығып кетейік, нахуй, да? Құдай қалады. Жоқ, арнақты ең. Ой, естіген Оның ішінде жатыр да? не ол? Бір әдейі қорқытып жатыр да? Нағылды чаға. Чық деп қозғалып келе жатыр мына жерде. Ой. Естіген жоқсың ба? Аллах естіген. Қазір видеодан тыңдасайшы. Сендер достаржан бір дауыс естідіңдер ма студент? Жеңсіз бір дауыс шықты дейді ғананың үстіне. Ішінен бір дауыс шығып тұрады. Анаяқтан шығып барамыз да, артқа қарамыз да. Не істеймін, нәлмейміз ғой, не көп. Хейс етіп тастайды ғой бәрі, неге мінбедіңдер деп. Қалай мінеміз? Сол жабық тұрды. Мен фото түскім келіп Жұрттар Чернобыльда қалай жүреді екен, натуре да, отчаяние. Біздер қаланың ішінде бет очковать етіп жүрік, натуре да. Жұрттар Чернобыльда қалай жүреді екен. Ол видеолар еще бізге қызық емес қой, да? Йо, отчаянилар ғой енді бұл. Имам, мен еще бет айтамын, иногда, қаршы. Ана үйде жатасың ғой. Мен шайтаннан қорықпаймын, анау біз мынандай жерде бытына түсіп да. Мен шайтаннан қорқамын. Қазір ат шығар, нахуй десейші. Жоқ, вот мен алдына шықса Үйді аяқтан тартып алсам мен қазір бірдеңсіге гоню ма? несі ғой, контент қой. Ой, нахуй, телефон жібермейсің ғой камераны. Артындағы зданияға барамыз, ана. Желаем. Неге қорқынышты ма? Жоқ, моем, мында мың тұр, қалған не болды ғой? Қазір біреу артынан мылтықпен дүзбен атып отырса. Не істейсің? Қашасың? Нахуй қырылмайсың ба не? Түзбе атып отырса ма, нахуй қырылып? Ебать, түзесе қате ғой, бұл көтте. Қорыққан кезде сезбейсің ғой ана жерде, дүзтейіп жатыр ма? Сосын дейсің. Осы ертең тойға барайын деп тұр. Осы жерден фото түсіріп аласың ба, Жака? Екі ашық тұрған ортаға. Ашық тұрған ортаға фото түсіріп алшы. Мен камера ұстап тұршы, как ты фотка үшін. Дауыстар шығып жатыр жүрген. Я соны айтып тұрмын. Қолда телефон көрінбейді ғой. Базар жоқ, фото держіп шығады екен.
міне осы жерде фотоға Мини түсіп трош стоит. Для жаңағы. шошып кеттім ғой. Короче, достар, сендерге осындай мини контент көрсетіп кеттім. Білмеймін, бұл контентті айтуға да бола ма, болмай ма? Сен не ойлайсың, Жака? Вот, просто үстіне мінсек вообще тема бар еді. Топ контент и фотка в Инстаграм. Сен терезелерді қарашы, Қандай жестко, страшно ғой. Жұрттарды қара, мына жерден кірет көрдің ба, ана ішіне? Кіреміз ба мына жерден, ана ішіне? А? Жоқ, сен кірде телефонмен баршы, сіз маған материалды бересің видео, мен мына жерден күтіп тұрам. Хотя бы қара, опа, жаңа қолдар ма? Сен кіресің ба? Тұрам, мен шет қарап тұрам. Мен кірем кеттім. Сен өзің қалуға қорқатын шығарсың мына жерде. Бесполезный, милый дауыс. Ja, мысық салып жүрсейді мүнше. Не мысық? Мен шошып кеттім ғой, ема. Мен мысықты көрмей тұрмын, стай тұршы. Главное, әппеде мысық қойшы. Охранядан сезет. Түспеймін дейді видео. Білесің ба? Қарағың келмей ма? Біреу тартып алса дейсің ғой қолынан. Жестко, братан, мынау деген. Мына ішіне кірсең. Ой, нахуй надо, шешесін түсіңші. Мына ішіне кіріп естейді. Мен бала шағам бар. Шығарда қайтып фото өтіп отырық ба? Жоқ, имею в виду, капец, мынандай жерде очко өтіп, ана сайын жаңағыдай капец историясы. Ну, вообще мына лестница не үшін, но түсінбедім. Ана жерден түсетін лестница да, походу, да? Есік тұр ғой. Қайда есік? Ана жерде есік тұр екен ғой. Сөйтсем, мынарда қарайтын болып тұр, ана трубаларды. Мыналар тексереді да бір демесе ғой. Мен бірақ шешіріп жатыр ғой. Баған темірге просто шешіріп жатыр ғой. Андраш бая шығып бәткасын басып жатыр ма Андраш? Жоқ, мен айтамын, бля, мынандай локациялардан қорқамын. А на самом деле андай не болады, натуре жестко қорқынышты. Соны айтам, түннің ішінде да еще, да? Түнде келіп қалсам да? Ой, нахуй не байды. Жоқ, мен андай адамдардан ондайдан қорқпаймын, ана шайтан, жын дейтін сондай бірдемеселер. Момо, сиреноголовый. Мынауың жестко екен енді. Тұра аласың ба өйтіп? Бұл басайын алады бірген, е? Ема, достар. Қарандар. Басым ойнап кетті ғой, ебайт. Сен тұршы анағыдай. Ой, жөмен тұрмай оған. Бұл не зат екен, е? Бұл не зат деп ойлайсың? Ағаштан жасалынған еще қара. Прикинь? Қара. Прикинь? Соны айтам қашына полностью ағаштан жасалынған зат. Кім біледі, комментарий жазып кетіңдер. Білетін адам болса. Тұршы фотоға түсірейін. Бір. Жоқ, видеода фото қалып қоятын түрі бар ғой. Достар, егер де видео ұнаған болса, лайк басып кетіңдер. Сосын жаңа видеоның басында біреуді рекомендовать еттім ғой. Соған обязательно тіркеліп кетіңдер. Өйткені алдағы уақытта мен деген GoPro 8 дейтін камера заказ бердім. Бір 10 шақты күннен кейін келеді. Кім GoPro 8 дейтін камераны біледі, өздерің білесіңдер, сол сіздер үшін, сіздерге жақсы дауыс болсын деп, жақсы качество болсын деп, сол камера заказ бердім. Бар сендерден сұрайтын, жаңағы арнаға тіркеліп кетіңдер. Жігіттер красавчик вообще, машиналардың түрлерін көрсетеді. Действительно, машиналарға разбираться ететін балдар, жас балдар. Давайте ағаларыңызды тіркеп кетіңдер, ағаларыңызды қолдап кетіңдер. Мен яқын ұталмаймыз әне. Мұнан проще сияқты ғой ту. Ладно, сау бол. Рахмет саған.